Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі бізде екі тақырып: Архимед заңын қалай қолданады және денелер суда қалай жүзеді. Ең бірінші тақырыпқа тоқталайық. Сабақты бастамас бұрын мынандай сұрақ қояйын. Суреттерге қарап, сұрақтарға жауап бер. Неліктен бірінші сорғыш суға батып кетті, ал екіншісі батпады? Неліктен мандариннің біреуі су түбіне түсті, екіншісі қалқып жүр? Шарлардың көлемі қандай? Шарлардың біреуі неліктен суға батты, ал екіншісі батпады? Және де оқушылар мынандай сұрақ: құтқару құралдары неліктен тығын еменінен немесе пенопласттан жасалады? Өз ойыңды түсіндір. Қане осы сұрақтарға өз бетімізше жауап беріп көрейік. Жауабы: су ішінде дененің ауырлық күшіне қарсы кері итеруші күш әсер етеді. Егер судың кері итеруші күші дененің ауырлық күшінен үлкен болса, су бетінде қалқиды. Егер осы күштер тең болса, дене су ішінде жүзеді. Оқушылар, сіздер мұзды да байқаған шығарсыздар, иә? Судың бетінде қалқып жүреді. Осы сұраққа да жауап беріп көріңіздерші. Архимед күшінің әсеріне байланысты денелер сұйық бетінде қалқып немесе сұйық ішінде жүзеді екен. Оқушылар, біз Архимед заңы арқылы көптеген мәселелердің, заттардың мәнін, мағынасын ашып жатырмыз. Солай ма? Біз білеміз, ағаш суда батпайды. Бірақ мынандай қызықты мәлімет бар. Тыңдап көріңіздер. Сен суға батып кететін ағаш бар екенін білесің бе? Кавказда шамшат деп аталатын ағаш өседі. Оны жергілікті халық демир ағаш деп атайды. Себебі шамшат ағашы темірде қатты, оларға оңайлықпен балта да батпайды, ара да өтпейді. Өзі өте ауыр болады, су бетінде қалқымайды, тас сияқты дереу су түбіне батып кетеді. Шамшаттың кейбір түрінен тіпті машинаның ұсақ бөлшектерінде жасайды екен. Енді оқушылар екінші тақырыпқа оралайық. Денелер суда қалай жүзеді? Денеге су тарапынан әсер ететін кері итеруші күш оның көлеміне байланысты болады. Егер суға батырылған дененің көлемі үлкен болса, кері итеруші күш те үлкен болады. Сен білесің бе? Ең алып жануарлардың бірі кит. Оның массасы шамамен 130-150 тоннадан, ал ұзындығы 30 метрден асады. Осынша үлкен болса да, кит 800 мың метр тереңдікке дейін жетіп, мұхит бетіне шыға алады. Себебі ол мұхит бетіне көтерілу үшін өкпесін ауаға толтырады. Кит өкпесінің көлемі ұлғаяды. Осы кезде су тарапынан кері итеретін Архимед күші де артады. Ал тереңге сүңгу үшін кит өкпесіндегі ауаны шығарады. Оқушылар, мынаны есте сақтап алайық. Егер сұйықтық тарапынан әсер ететін Архимед күші дененің ауырлық күшінен аз болса, дене суға батып кетеді. Кері байланыс ретінде мынандай қызықты эксперимент беремін. Жұмыртқа жүзу үшін не істеу керек? Сіздерге қажетті заттар: шикі жұмыртқа, ыдыс, су, тұз, қасық. Қане жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, демалыстарыңыз сәтті өтсін.